Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге Корей халқының пигоди немесе пянци деп аталатын тойымдық тағамдардың жасалу жолымен бөлісемін. Ерекшелігі қамыры ашытылып жасалады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ер адамдардың сүйіп жейтін астардың бірі болып шығады. Толық рецептіні көру үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз және оның үстіне ашытқымыз саламыз және де 1,5 шай қасық қант саламыз, 1 шай қасық тұз саламыз және де сұйық майымызды құйып, осы барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз және ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнды бөліп салыңыздар, барлығын бірден салып жібермеңіздер, өйткені ұнның сорты, сапасы әртүрлі болғандықтан суды әр кезде өзіне әртүрлі сіңдіреді. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет. Қатты жұмсақ қылып жібермеңіз, орташа қалыптағы жұмсақ болу қажет. Неге енді қамырымызды ыдысымызға салып, бетін пищевой пленкамен немесе сүлгімен жауып, қамырымыз көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Әзірше салмасын жасаймыз. Ол үшін бізге 40 қабат қажет, яғни капуста қажет болады. Капустаны жұқа қылып турап аламыз және оның үстіне 1 шай қасық тұз салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Араластырған уақытта бізде капустаның суы шығады. Бұл суды төгіп тастаймыз. Енді газ отымызға табамызды қойып, оның үстіне сұйық май қойып қыздырамыз. Қызған уақытта ұсақтап туралған жуамызды салып, араластыра отыра 1 минуттай қуырып аламыз. Және оның үстіне фаршымызды салып, араластыра отыра 4 минуттай қуырып аламыз. Содан соң капустамызды, яғни 40 қабатты салып, 1 минуттай араластыра отыра қуырып аламыз. Және оның үстіне көк жуамыз саламыз, немесе өзіңізге ұнаған аскөк қолдансаңыз болады. Және де ұсақтап туралған сарымсақ саламыз. Және де дәмдеуіштерді салатын боламыз. 1 шай қасық дәміне қарай тұз салдым. Және де шай қасықтың жартысымен қарабұрыш салдым. Және де өзіңізге ұнаған дәмдеуіш салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. 1 минуттай араластыра отыра қуырып аламыз. Мінекей толықтай осы суық кетеді. Сол уақытта газ отымыздың астын сөндіреміз. Сонымен біздің толықтай салмамыз дайын болды. Осы уақыт ішінде біздің қамырымыз толықтай көтерілді. Енді бетінде пищевой пленкасын алып тастаймын. Және де қамырымызды қолымызбен 1-2 рет басып иле жібереміз. Енді қамырымызды дөңгелетіп жинап алатын боламын. Ол үшін мен таразыны қолдандым. Таразыға әр қамырдан 70 граммдай қамырды жинап, қолыммен дөңгелетіп алдым. Сіздерге осылай ыңғайлы болса, осылай жасаңыз. Егер бұндай таразыңыз болмаса, онда өзіңіздің қалауыңызға қарай кесіп алсаңыздар болады. Және достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда осындай қарапайым керемет дәмді рецептермен бөлісіп тұрамын. Және де каналдың дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Міндетті түрде поделиться батырмасын басып, жақындарыңызға, достарыңызға жіберіп, қазақша контенттің дамуына үлес қосуларыңызды сұраймын. Және видео рецепт ұнап жатса, төмендегі комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып, лайк басуыңызды ұмытпаңыз. Мінекей қамырымыз осылай дөңгелетіп аламыз. Менде 15 штуктай шықты. Енді бетін кеуіп кетпейтіндей жауып қоямыз. 5 минуттай қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қамырымыз осылай толықтай көтеріледі. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен дөңгелетіп ысып аламыз. Орташа қалыңдықта жасаймыз. Қатты қалың немесе қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Осындай қылып жасап алғаннан кейін ортасына салмасын саламыз. Салмасына толтырып саламыз. Қатты толтырып жібермеңіздер, бірақ көбіректеу қылып саламыз және видеода көрсетілгендей қылып бүгеміз. Яғни жаңа пигодидің өзінің бүгу жолы осылай бүгіп аламыз. Мінекей пигодиміз осылай жасалады. Енді сізге толықтай түсінікті болу үшін тағы да біреуін жасап көрсетіп жатырмын. Ортасына қамырын толықтай салып алғаннан кейін қамырдың шеткі бөлігін осылай бүгеміз. Және әр қамырды осы видеода көріп тұрғандай ішіне қарап бүге отыра жасап шығамыз. Ең басында бірінші рет жасап көріп жатсаңыздар шықпауы мүмкін, бірақ қолыңыз үйренгеннен кейін осылай формасын жасап алатын боласыздар.
Мінекей осылай толықтай бүгіп аламыз. Және де қолымызбен шет жақтарын осылай кішкене басып жіберсеңіздер, пигодидің көлемі шығатын болады. Барлық қамырымыздан дәл осылай жасап шығатын боламыз. Содан соң пигодиді манты пісіргендей буда пісіріп аламыз. Ол үшін мантаварканың астын майлап аламыз. Жабыс қалмас үшін пигодиді саламыз. Салған уақытта ара қашықтығын алшақтау қылып саламыз. Себебі қамыр ашытылған қамыр болғаннан кейін көтеріліп пісіріледі. Сол уақытта жабыс қалмас үшін осылай мантаваркаға салып, астын барынша отқа қойып 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, пигодиміз толықтай пісіп шықты. Менде 2 есе тағы да үлкейді. Сонда орта көлемде болып шықты. Осылай жасап жесеңіздер болады, немесе кішкентай көлемде жасап жесеңіздер де болады. Ол әркімнің өзінің қалауына қарай. Пигодиді салатпен немесе арнайы соуспен жесеңіздер болады, немесе тіпті өзін жесеңіздер де өте дәмді әрі тойымды тағамның бірі. Жақындарыңызға, достарыңызға жасап беріп қуантыңыз. Видео рецепт ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Апта сайын арнамда осындай қарапайым дәмді рецепттермен бөлісіп тұрамын. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар, достар. Сіздердің комментарийларыңыз, пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сіздермен болған Аягөз.